осында екінші резерв деп айтамыз біз, топырақ қорын соған арналған осында карьердің жобасын әкеліп тұрмыз. Бұл жоба негізі ар жағы 21-22 жылдан бері қарата келе жатырған жоба. Бұл ғана реконструкция дороги деп айтады. Северный Объездной 26 километр жер. Осы жоба 22-ден бері қарата келе жатырған болса, соған геологиялық барлау жұмыстарының қорларын зерттеу, сондағы іздестіру мәселелерін қарастырып, 23 жылы қорлар жетіліп 394.100 куб топырақ қоры. Бұл саздақ және құм классификация бойынша геологиялық осындай разновидностьтерден түрлі болатын осы топырақ қорларының жетілген заказник деген мекеме бар, министрліктен келісілген. Ол кезінде осыны үкімет орындарынан құзыретті орган деп айтамыз, табиғат қорғау басқармасы Атырау облысының осы жерде жаңағы барлау жұмыстарына келісім алынған, сосын бағанағы 24 жылы осы жерге өндіруге рұқсат қағаз алынған 24 жылы. Қазір енді осында бір жылдық жұмыстарының келісімшарттың уақытының өтуіне байланысты, қазір соны 2 жылға тағы да ұзарту мәселесі туындап, осымен заказ беруші, тапсырыс беруші осы мекемесі сол келгеннен кейін осыны жобаны жасадық. Қазір осы отырысымыздың төрағасы ретінде сол ауылымыздың бас маманы Маусымжанды тағайындаймыз. Бұл қазір секретарь ретінде осы жиылысты араларыңыздан бір адамды тағайындап өтіп, болмаса мені тағайындайсыздар, өздеріңіз қарастыр, ары қарата осыны жоба жөнінде түсініп береміз. Сөз өзіңізде. Кешегінің жалғасы ғой, бұл жағынан алдымызды тұрғындарға сол осы жерде бүгінгі жиналыс бастамасынан бұрын енді жаңа айтылды. Осы Айшандағы оқулардың жазылғанлар. Ендігі мәселе хатшыны дауыс берейік. Осы кісі өзі жүргізіп, арада хаттамасын жалғастыруға қарсы емессіздеріне дауыс бере қойып, қарсы болмасаңыздар, өздеріңіз сұрап, осы жоба бойынша өзінің бар несін айтып түсіндіріп процесс. Үлкен рахмет, мен аты жөнім Жұмабол Асқар. Мына осы ау. Хат жөнді араларыңыздан бір адам тағайындасын. Мен хат жолауын. Рахмет, мен бағана айтып жатырмын, Жұмабол Асқар аты жөнім, осы мына жобалау мекемесінің директорымын, Ақтау сервис деген мекеме. Осы жобалау мәселесін бұл кісілер бағана айтылды, басы негізі 22-ден бері қарата келатырған осы геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесі ретінде қайтадан осында 2 жылға ұзарту мәселесі туындағаннан кейін 25-26 жылға осында жобаны қайтадан жасақтап, осы жерде сіздердің бағана құзыреттеріңізге қарауға қайтадан алып келіп тұрмыз. Бұл жерде 24 жылы бұл кісілердің негізі өндіруге арналған рұқсат қағаздары құзыретті органдарынан негізі алынған 24 жылы. Осыған дейін де осы жерде өткізілді. Осы именно осыны екінші карьердің мәселесі жөнінде қаралды. Енді қазір қана жылын өзгерту мәселесі жөнінде сіздерге келіп отырмыз. Бұл жоба экопорталда сосын мына бақ материалдарында бір ай бойына осына хабарлама берілді. Бұл жерге ғана ілінді. Ауылдың ішіне сосын бұл артында мекеменің данныйлары бәрі жазылған. Біздің мекемеміздің ақпараттарымыз берілген. Осы карьер жөнінде осы бір айдың ішінде ешқандай да біздің тарапымызда немесе тапсырыс үшін тарапынан ешқандай да сұрақ мәселесі туындаған жоқ.
қазір енді жалпы осы мына карьер жөнінде түсінікке жіберемін. Егер бағанағы осы отырыс барысында сұрақтарыңыз болатын болса, қоя беруге болады ғой. Бұл карьер енді сол 23-ші жылы бағана айттым. Заказнедегі мекемеден қорларын бекітіп 394.100 топырақ қоры бар. Бұл жерде бағанағы саздақ, құмай және құм тектес бағанағы топырақ түрлері бар. Осы көлемде осы мына топырақтың қажетті топырақты осы жерден аламыз деген есеппен мына 26 километр жердің осы Европа жақ бетіне ғана, Азия жақ бетіне ғана пайдаланамыз деген есеппен. Кешегі болған отырысымызда 5-ші карьер болатын, мынау 2-ші карьер. Бұл 2-ші карьердің орналасқан жері бұл ғана Атыраудан Ақсуға кетіп бара жатқан мезгілде Соколов деген өзеннен өткеннен кейін оң жағымызда 870 метр жерде тұр. 870 метр жерде қаланың территориясынан не болмаса бағанағы ауылдың территориясынан алыс болсын деген есеппен сол жерге апарып орналастырғанбыз. Қасында бағанағы қалаға арналған жасыл желек, мұнайдың қорлары бар, солардың бағанағы санитарлық қорғау белгілерінің бәрінен ғана алып тастап шығып отырған жеріміз осы. Бұл жер бағанағы бос болғандықтан және ауылдан бағанағы қашықта орналастырылған осы жерді таңдалған жағдайымыз бар. Жердің көлемі 31,124 гектар жер, 31,124. Соның ішінде бағанағы қорғаған топырағымыз бағанағыдай айтылды. Бұл жерде енді өсімдік қабаты жоғарыда 20-20 см өсімдік қабаты бар деді. Одан кейінгі керекті бізге бағанағы топырақ қорлары, сол астындағы топырақ қорлары есептелінген атымыз сол. Бірнеше бағанағы геологиялық осы жерде жүргізілді. Бірнеше этапта 20 скважина қазылып, сосын топографиялық съемкалар айтамыз, түсірілімдер жүргізілді. Соның нәтижесінде біздің алып отырғанымыз хаттамасы Совказнедегі деген мекемеде хаттамасын алдық. Сол қорларды 20-26 жылға тең көлемде 2 жылға бөлдік. 2 жылға сол 2 жылға бөлгеннен кейін де ауаға бөлінетін выброс олардың көлемі жылға 0,44 тонна жылға. Сондықтан ауылға алып баратылған бұндай табиғатқа не болмаса ауылдың төңірегінде бұл жерде зиян жоқ деп есептейміз. Бұл эра деген программада есептелгеннен кейін бүкіл компоненттердің бәрі шығып тұрады. Бұл жерде 10 техника қарастырылған, 6 самосвалымыз бар, автогрейдеріміз бар, сосын погрузчик машинамыз бар, келіп адамдарды алып келетін КАМАЗ автобусымыз бар. Сосын жұмыс бағытында орналасқан сол жерде 2 вагонымыз тұр, біреу шешінетін болатын адамдардың орналасатын демалатын жерлері бар. Бір сменде жұмыс жасайды деген есеп бар. Электроэнергияны осы жерден ДЭС деген өзіміздің бұл жерден тоқтатылмаған. ДЭС өзіміздің қоятын нелеріміз бар, автономный. Сол жерден өзіміз торымыз ұйымдастырғанымыз. Осындай жағдай сіздерге жалпы карьердің бағыты жөнінде машиналардың жұмыс жасау бағыты бір смендік деп айттық. Бұл жерде карьерге кіретін мезгілдерде водяной ванна бәрі осы проект бойынша орналастырылған. Оны енді арғарда осыны халықпен жұмыс жасап отырғаннан кейін халықтың ішінде активист адамдар бар екен. Ол кісілер бір жыл бойына осыған дейін жасалған жұмыс немесе орналасқан карьер орналасқан жерлері топырақ қалай алып жатыр, оған енді Ақжол осы мекемелермен тесін жұмыс жасап отырғаннан кейін тағы да сұрақтарымыз болатын болса, мен жетемен Ақжол осы мекемесінің именно осы жолымен айналысатын басшысы келіп отыр, сұрақтарды осы кісіге қоюларыңызға болады. Бұл жерде тек қана сұрақ мәселесі осы жол мәселесінде болған дұрыс, себебі бір кісілер жұмысқа ала ма, не болмаса социальный жағдай, олардың бәрі келесі этапта болатын жағдай. Қазіргі жағдай тек қана карьердің орналасуы, артынан қалпына келтіру мәселелері басқа жолмен тағы да сіздердің алдарыңызға келеміз. Ол мына жұмыстың біту бағытына қарай 26 жылдың сол ортасының арғаты сол проектіні қайтадан сіздерге қалпына келтіру мәселесі, табиғи ортаны қалпына келтіру, өсімдік қабатын қалпына келтіру мәселесі үшін сіздермен тағы да осы жерден келісетін боламыз. Сұрақтарыңыз болса, рахмет келіп жатқандарыңызға. Осындай елдің әлеуметтік жағдайы, мына салынып отырған не болмаса үкімет тарапынан бөлініп жатқан үлкен бір көзқарасқа, оң көзқарастарыңызбен келіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Сол Ақжол құрылыс мекемесіне де үлкен рахмет айтамыз. Осындай Атырау облысында бұл мекеме болмаса да басқа мекемелерге бей тұрғанмен де
осыны қазақстандық мекеме ретінде алғашқы 1-2 мекеме болатын болса, соның біреуі осы жерде келіп мына жол салып беріп, біздің бағанағы әлеуметтік жағдай, халықтың жағдайын көтеруіне күшті жасалынады. Үлкен рахмет етеміз. Сұрақ қойсаңыздар болады. Рахмет сіздерге. Енді тұрғындар тарапынан сұрақтар қойылған жоқ. Бүгінде кешегі 5-ші қайда болса, бұл 2-ші қайда бойынша түсініктемелер берілді. Бағанағы түсініктеме берілді. Осымен енді сұрақ болған жоқ, кеше сұрақтар болған болатын, оған жауап берілді. Бүгінде барлығы түсінікті болып. Рахмет көп сіздерге. Халықтан неге жасамайды? Мекен бесікті жасап қойды. Солға дейсін не бұл? Карьер, мына жерде бағанағы бесікті Ақжар деген олардың аралары 8400 метр, 8400 метр. Оны қалаға, осыма Томарлыға жақын болғаннан кейін, ол бағанағы аудан көлемі, не болмаса административный территория, кім территориясы болғанына қарамайды, ол бағанағы жергілікті қай жерде бағанағы ауыл жақын тұрып, сол жердің халқына тигізетін әсері бар ма жоқ па деген мәселе бойынша кодексте бағана көрсетілген немен осы жерге әріппен Томарлыға қай жақта отырған жағдайымыз бар. Жақсы. Рахмет, онда жиналысымызды аяқтаймыз. Сәттілік тілейміз. Жақсы олыңыздар. Ладно, естері